Тақырып отбасы педагогикасы пәні. Бұл бойынша 3 сұрақ қарастырылады. Отбасы педагогикасының пәні туралы түсінік, отбасы педагогикасының пәнінің мақсаты, міндеті және басқа ғылымдармен байланысы. Келесі отбасы тәрбиесі әдістері мен қағидалары және оның мүмкіншіліктері. Отбасы педагогикасы педагогика ғылымының саласы. Ол белсенділігіне қарай, яғни әлеуметтік институт, жас ұрпақты оқытумен және тәрбиелеумен айналысатын отбасы бойынша бөлінген бір сала. Бұл отбасындағы тәрбие туралы ғылым. Ол отбасы тәрбиесі жағдайының ерекшеліктерін, олардың қолынан келетін мүмкіншіліктерін зерттейді. Ата-аналар үшін балаларды тәрбиелеуге байланысты ғылыми негізделген ұсыныстарды жасайды. Отбасы тәрбиесінің объектісі тәрбиелік институт ретінде отбасының даму жағдайын және негізгі үрдістері болып табылады. Отбасы тәрбиесінің пәні отбасындағы тәрбиенің мәні, механизмдері, оның процесінің баланың тұлғасына құрылуына әсер береді. Отбасындағы тәрбие үйдегі тәрбие деп те атайды. Қазіргі жағдайда үй тәрбиесі қоғамдық тәрбиемен толықтырылады. Отбасы тәрбиесінің міндеттері. Олар отбасы тәрбиесінің теориялық мәселелерін жасау, отбасы тәрбиесінің тәжірибесін зерттеу, отбасы тәрбиесінің практикасына ғылыми жетістіктерді енгізу, ата-аналардың педагогикалық мәдениетін арттыру жолдарын зерттеу және отбасы қоғамдық тәрбиенің ата-аналар мен кәсіптік педагогтардың өзара әрекетінің технологиясының тиімді арақатынасын негіздеу. Отбасы тәрбиесін зерттеу үшін бірін-бірі толықтыратын әдістер кешені қолданылады. Мінездемелер әдісі, шығарма әдісі, тәжірибені зерттеу және жалпылау, балалардың іс-әрекетінің нәтижесін зерттеу, социологиялық сұраулар, интервью және анкеталау, тестілеу, социометрия әдістері қолданылады. Психологиялық әдістер баланың суреттер арқылы отбасын зерттеудің әдістемесі, ойындары және де осындай көптеген іс-әрекеттерді бақылау түрлері жатады. Математикалық әдістер шкалалау, ранжирлеу, орташа шамасын есептеу. Сол секілді отбасы дүниесі көркемдік образдық формада көрінісін табуда, әдебиетте, музыкада, суретте, халық шығармашылық еңбектерінде атап кетуге болады. Отбасы тәрбиесінің негізгі көздері. Ең алдымен халық педагогикасы. Отбасыны тәрбиесінің алғашқы идеялары ғасырдан ғасырға, отбасынан отбасыға, дәстүр, салт, халық ауыз әдебиеті арқылы бір-біріне беріліп келеді. Келесі дін. Отбасылық халық педагогикасы дінмен өзара әрекеттесіп, тәрбиенің мақсаты, функциясы және құрылымдары туралы діни көзқарастарымен дамытады. Ауыз әдебиетінің мұралары. Бұл отбасы ауыз әдебиетіндегі мұраның басты тақырыптарының бірі. Бұрынғының педагогикалық көзқарастарын талдау, отбасы тәрбиесінің практикасы, арнаулы эксперименталды зерттеулер, философиялық, психология, анатомия, физиология, генетика сияқты ғылымдардың отбасы туралы берілген мәліметтері. Отбасы туысқандық байланыста болатын, яғни күйеуі, әйелі, ата-анасы, әжесі секілді бірлесіп әлеуметтік тұрмыстық өмір сүретін адамдар. Мынандай функциялар жүзеге асырылады. Репродуктивтік, яғни балалардың тууы, шаруашылық экономикалық тәрбиелеушілік, адамгершілік психологиялық ахуалды қамтамасыз ету, отбасылық ішкі қарым-қатынастарды ұйымдастыру, бос уақытты өткізуді ұйымдастыру. Отбасындағы тәрбие қажетті нәтижеге жету мақсатында ата-аналар мен отбасының басқа да мүшелерінің балаларға әсер етуінің жалпы атауы болып табылады.
Отбасы бүкіл ғасырлар бойы адам баласы тәрбиесінің құралы болып келеді. Сондықтан ол адам үшін ең жақын әлеуметтік орта болып табылады. Отбасының әсерінің мүмкіншіліктері былай атап өтсек болады. Отбасында басқа ешбір жерде қалыптаса алмайтын сапалар қалыптасады. Отбасы тұлғасының әлеуметтенуін жүзеге асырады. Отбасынан қоғам мүшелері шығады. Қандай отбасы, ол сондай қоғам. Отбасы дәстүрлердің сабақтастығын жүзеге асырады. Өзіндік ұстанымдары болады. Отбасының маңызды әлеуметтік функциясы, азаматтығы, патриотты қоғамның алдында заңды толықтай орындайтын белгілі бір мүше иесі тәрбиелеу ортасы болып табылады. Баланың мамандық таңдауына отбасының әсері өте зор. Отбасы тәрбиесінің мазмұны демократиялық қоғамның басты мақсатымен анықталады. Яғни жан-жақты және үйлесімді дамыған тұлғаны тәрбиелеу. Отбасы денелік және психологиялық жағынан сау, адамгершілік, интеллектуалдылық, дамыған болашақ еңбек, қоғамдық және отбасылық өмірге даяр тұлғаны қалыптастыру міндетті. Отбасы тәрбиесінің мазмұнының құрамдас компоненттері: денелік, салауатты өмір салты, күн тәртібін дұрыс ұстау, дұрыс ұйымдастыру, спортпен айналысу, организмді шынықтыру. Ал адамгершілік тұрғысынан қарасақ, мәңгі адамгершілік құндылықтарды тәрбиелеу, сүйіспеншілік, адалдық, борыш, әдептілік сияқты. Ал интеллектуалдық тұрғысынан қарағанда, оқушылардың біліммен сусындауына, оқуға деген талпыныстары, сұраныстарды тәрбиелеуге ата-аналардың бірлесе отырып қатысуы. Эстетикалық. Бұл балалардың таланты және дарындылығы, өмірдегі әсемдігі туралы білімдерін дамыту. Еңбек, болашақ еңбекқор адамның негізін қалыптастырады. Бұның барлығы тәрбиемен тікелей байланысты. Олар экономикалық, экологиялық, саяси, жыныстық білім берумен толықтырылады. Отбасында балаларды тәрбиелеудің әдістері бұл ата-аналардың балалардың санасына және мінез құлқына мақсатты бағытталған педагогикалық әсердің тәсілдері. Олардың өздерінің ерекшеліктері бар, нақты қылықтарға негізделген және тұлғаға үйлестірілген, сәйкестендірілген, балаға жекелік әсер, әдістерді таңдау, ата-аналардың педагогикалық мәдениетіне байланысты тәрбиелеу мақсатын түсіну, ата-аналар жүйелін, отбасындағы қатынастар стилін, тағы басқаларды зерттелейді. Отбасы тәрбиесінің әдістері: сендіру, яғни түсіндіру, ақыл кеңес беру, иландыру. Жеке өнеге — бұл мадақтау, мақтау, сыйлық, бала үшін қызықты перспектива жасау. Одан кейін жазалау — бұл достықтан бас тарту, рахаттылыққа рұқсат бермеу, денелік жарақаттау жатады. Кейбір отбасыларында педагогтың кеңесі бойынша тәрбиелеушілік ситуациялар қолданылады. Отбасында тәрбиелік міндеттерді шешуде әртүрлі құралдар баршылық. Сөз, ата-ана беделі, оқу, табиғат, үй тұрмысы, ұлттық сана, салт дәстүр, қоғамдық пікір, отбасының рухани және моральдық ахуалы, күн тәртібі, әдебиет, спорт, мейрамдар, символ, тағы да басқа осындай көптеген отбасындағы тәрбиелік міндеттерді бірден бір шешу жолдары. Қазіргі қоғамда барған сайын отбасы дағдарысы көрінісі алдыға қарай жылжуда. Дағдарыстың себептері елдегі экономикалық жағдайлардың нашарлауы, қоғамдық өмірде мәдениеттің төмендігі, отбасында әйелге көп жүктеменің түсуі, ажырасудың жоғары пайызы, ұрпақ арасындағы тартыстың асқынуы, отбасы мен мектептің байланысының нашарлауы, осындай әрекеттер әсер береді.
Отбасының тәрбиелік әсерін арттырудың жолдары отбасындағы қатынасты гуманизациялау, мектеп, діни ұйымдарды және отбасылық бірлескен қызметті, гуманитарлық фондылармен, қоғамдармен жұмыс үйлестіру. Осындай мәселелер отбасының тәрбиелік әсерін арттыру болып табылады.